Баршаңызға сәлем. Бүгін жасайтынымыз самса. Самсаның бірнеше түрлері болады қамырының. Соның бірі ұйғыр самсасы. Ұйғыр самсасының қамыры дәмі тіл үйіреді әрі жұмсақ болады. Бізге керегі ол үшін 150 грамм қаймақ, 1 жұмыртқа, араластырамыз. Ерітілген сары майды бірінші суытып алыңыздар, әйтпесе жұмыртқа пісіп қалуы мүмкін. Ас содасы, қопсытқыш, ұнды бірте саламыз. 1 шай қасық тұзды ең басында жұмыртқамен бірге салыңыздар. Мен ұмытып кейін салдым. Тағы да ұнды салып бірте араластырып қамыр жасаймыз. Қамырымыз осындай жұмсақ болу керек. Алып қойыңыздар. Енді ішіндегі ет салмасын жасаймыз. 300 грамм фарш менде. Соған 2 орташа жуаны кесіп қостым. Жуасын өте ұсақ турадым. Бір шай қасық тұз, қара бұрыш, фаршқа қосатын приправалар және зира. 1 түйір зира қостым. 1 ас қасық сұйық май, бәрін қосып араластырамыз. Енді дайын қамырымызды алып, өзіміз ыңғайлы қылып, иілеп, бірнеше бөлікке бөлеміз. Менде шамамен 16-17 бөлік шықты. Әр бөлікті ыңғайлы қылып, домалақ жасап, жинап қойыңыздар. Енді әрбіреуін алып, жайып, шамамен 1 ас қасық ет қоспасын саламыз. Видеода көрсетілгендей, самсамызды екі жақтан жабыстырып, бүктейміз. Дайын самсаларымызды пеште 200 градус қызып тұрған шамамен 30-35 минут пісіреміз. Самсаның дәмі тіл үйіреді әрі жұмсақ. Істеңіздер, көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.